Все для того, чтобы Каунанг поднимал. А это первый номер рейтинга. Но опять же, по версии Fight Matrix в минимальном весе. И Найса может стать новым домом для бойцов из этой категории. Бижан Хаджалиев, подающий надежды звезда из Таджикистана. Парень готов биться и в наилегчайшей весовой категории, но как только такая возможность выпала, разумеется, пошел навстречу Каунангу, как разряжается индонезиец. Оу, в прыжке хайкик мощно цепляет и фронт-кик до этого от Каунанга. Вновь двоечка, размашистая, мощно всаживает справа. Каунанг идет в ноги, Хаджалиев отбивается. Но вот именно такая динамика, такой темп будет в этом поединке. Хаджалиев ждал этого сближения от оппонента. Метит в колено Каунанг для того, чтобы в том числе и снизить подвижность соперника. Заходит с боковым, тут же меняет точку, постоянно движение. Вот Нована. Готов он работать вторым номером. Возникает клинч, прижимает к клетке оппонента. И есть, возможно, перевод. Может, не самые сильные удары, но их очень много. Потрясающая техника бойцов из минимального веса. Хаджалиев өз тарапынан бір орында тұрып қалма, бұрыштарды кес, яғни үнемі қозғалыста бол деген нұсқауларды естуде. Өте тамаша. Аса жеңіл салмақ өкілдері бізге жойқын жекпе-жектің сценарийін бірінші минуттан бастап тарту етті. Каунанг қарсыласына қарағанда сәл ғана бойы аласа демесеңіз, жылдамдық, жойқындық жағынан кем түсетін емес. Өте талантты жауынгер Бижан Хаджалиев, тәжікстандық басты ММА жұлдыздарының бірі. Болашақтағы бар болған жасы 23-те енді. Нован Каунанг бұның жанында One FC лигасы аясындағы іріктеу турнирлерінде өнер көрсеткен. Енді 14 жекпе-жек, 12 жеңіс дегеніңіз бұл азаматтың шындығында кәсіби деңгейі өте жоғары екендігін көрсетеді. Соңғы рет 2022 жылы ғана жеңіліс тапқан екен ұпай саны. Ал қалған уақыттың барлығында өз салмағында жаңа әріптесім айта кеткендей рейтингте көш бастап тұрған жұлдыз жауынгер. Жан жеріне соққы тиіп кетті деп бұл сәт екі жауынгерге де тыныстап алуға тамаша мүмкіндік. Қазір енді қаншалықты қарқынды жоғалтып алған жоқ па деген сұрақ. Міне, бірінші номермен Хаджалиев қысымды бас әрі қарай жалғастырды. Но он ничего не теряет абсолютно. Для него это ситуация, где он встречается с куда более именитым соперником. Каунанг. Вот эти топ-кики, так называемые. Мощно всаживает в корпус. Хаджалиев хоть и предлагает ему угловые, не бить ногами вообще, потому как Каунанг чувствует эти моменты, идет навстречу. И опять немного однотипно уже Каунанг. Каунангтың шабуылдары басын бұғып барып, екі бірдей соққымен алға ұмтылыс жасау. Одан кейін Хаджалиевтің соққы бағыттайтын сызығының бойында қалып қоймау, яғни осы ғана тактикасымен бірінші раунд бойы тәжікстандық жауынгерді мазалауда. Хаджалиев керісінше үнемі қысым. Бұл аса жеңіл салмақ өкілдерінің айқасы шындығында қазір 5-3 раундқа толыққанды тіпті ұласпауы да мүмкін. Дәл осындай қарқынмен жалғасатын болса. Но они вообще не похожи на бойцов из одной весовой категории, честно. Понятно, что Бижан вчера уложился в вес, но сегодня стал значительно больше. Видно, что в районе 58-59 килограмм как минимум его вес составляет. Каунанг же это природный. Это его природный вес, минимальный. Хорошо уклоняется от этого чекхука в исполнении Хаджалиева.
На скачке Бижан пытается войти на дистанцию ближнюю. Дене бітімі жағынан Тәжікстан жауынгер ірілеу көрінеді. Расында міне ішкі лоуки қазір Калман құлайын деп барып тепе-тең сақтап қалған сәт. Бұрында тұрып қалмау керек. Жақ түсінеді индонезиялық. Рымы шебері ал Тәжікстандық өз қарсыласының соққысының салмағын әзірге тіпті сезбейтіндей сыңайлы. Тікелей осындай ақпен жасаған соққыларымен. Енді әмбе бар. Жауынгердің бірі қауіпті хайкик. Басын шайқап қояды. Жарайсың дегендей сыңай танытты. Калманг. Тамаша қазір. Екі соққа. Біреу қорғанысқа тиді. Және астынан көтере ұрғаны Тәжікстандықтың. Тамаша бір қауіпті сәтті алып келген болатын. Калманг. Аяққа жасанды ұмтылыс жасаған сыңайлы. Барлығын көріп тұр. Бұл айқас шындығында тәнті етуде. Қандай ауыр соққы өткізіп алды қазір Калманг. Раунд аяқталды. Бұл тұста шындығында Тәжікстан жауынгердің дәлдігін айта кетуіміз керек. Тайминг өте жоғары деңгейде. Барлығы салқын қанды. Ешқандай асығыстық жоқ. Ходжалиев қазір бірінші раундқа қорытынды жасайды. Өз бұрышымен, матчта қараңыздар. Тамаша комбинация Калман тарапынан. Бұдан кейін Ходжалиевтің апперкот соққысы. Матчта аяқтан шалып бар. Калман қарсыласты партерге жайғастыруға тырысқан болатын. Бұдан кейін тіземе жасаған топ соққыға тақ келді. Шындығында мен Ермахан Ұртаев пен Бижан Ходжалиевтің жекпе-жегін қазір естіп отырып, болашақтағы болуы мүмкін деген айқастардың бірі. Қандай бұл жекпе-жектің нәтижесі қандай болады, оған байланысты емес. Бірақ екі жауынгердің айқасы меніңше өте тамаша болуы тиіс. Это в будущем мы наверняка еще увидим. Опять удар в пах. Второй раз уже говорит Калманг. Жалпы жаңа Дидар дұрыс айттыңыз. Негізі осы 53 келі салмақтағы бәсекелестік және де одан кейінгі 57 келі осы екі аралықта қазір найзада өте мықты жауынгерлер шоғырланған. Бәсеке өте жоғары деңгейде. Және осы жерде топтасқан жауынгерлерді мен ойлаймын Орта Азиядағы бір үздік бәсекесі жоғары дивизион деп есептеймін Азия лигасындағы. Именно. Да, в целом в Азии, да? Азияда, да, тіпті енді жаңағы қоян қолтық ұрыстан, жаңағы әуесқой ММА-дан кім 3-1 әлем чемпионын өз дивизионына жайғастырып, чемпиондық титулға мүмкіндік беріп, және де екеуінің арасында жаңағы шешуін таппай жатқан сол бір жекпе-жектің түйінін қою үшін бүгін Қарағанды аренаға жанкүйерді толтырып, Спорт Плюс және Найза ТВ арқылы тікелей трансляциямен күллі Қазақстанға таратып отыр. Одан бөлек мынадай One FC әйгілі Орта Азиялық емес, Азиялық кеңістіктегі номер 1-ші промоушенның өкілі қазір Найза лигасына шығып. И что ж, уважаемые друзья, выражаем огромную благодарность партнерам нашего сегодняшнего турнира: Олимпет, Горилла Энерджи, Дарлин, Транстелеком, Спорт Плюс и Найза ТВ. Возобновляем поединок. Эта пауза нужна была Калмангу, чтобы восстановиться. Урона он, правда, принял очень много. В первом раунде Бижан. Из этих разменов нельзя сказать, что именно он выходит победителем. Фронт-кик. Пытается на дистанции своего соперника Калманг держать. Ходжалиев же разбивает оборону соперника. Удар с разворота, но вот и в ответ.
Такое джебовое рукопожатие от Каунанга и Хаджалиева. Взаимный респект выразили друг другу парни. Вновь сблизился. Режет угол Каунанг. Пытается уйти с линии атаки. Но он очень хорошо чувствует пространство. Как только оказывается у сетки, тут же чек-хук, боковой и сразу следом пытается выйти на оперативное пространство Каунанг. Хаджалиеву предлагают поработать из дистанции. Бижан, мощный мидл-кинг. Каунанг его точно прочувствовал. Шындында Каунангтың қазір қорғанса сыр бере бастаған сыңайлы. Бірақ бұл өте әккі жауынгер, нағыз қаққан. Жасына қарамастан қаншама сойқанды басынан өткізген жауынгер. Қауіпті Ходжалиев бір бас жоғары өнер көрсете бастады. Рашид Пижиктен әуесқойлар арасында 2023 жылғы әлем чемпионы Тәжікстан жауынгер. Оны ұмытпауымыз керек. Бұдан кейін кәсіби деңгейде Найза лигасында дебют жасаған Каунанг бір қарқында қалып қойдуда. Ал Ходжалиевтің соққылары сан алуан. Жұмсап жатқан жұдырығы да әр тұстан, әр бұрыштан жұмсалуда, бағытталуда. Және тамаша қорғанысы қол орнында Тәжікстан жауынгердің. Каунанг біршама сәтті жауынгер екен негізі. Қаншама тыныстап алуға да мүмкіндік алды. Бірінші раундтың соңында тіпті нокдауннан қандай тамаша, Ходжалиев шоу жасап қалатын сәтті де құр жіберіп қалған жоқ. Оң қолмен бақтаған тіке соққысы Каунангтың жат тұсынан дәл тиді. Енді жылдамдық өте керемет екі тараптан да. Әсіресе Ходжалиевтің соққыны бақтайтын ұрымтал тұсты көре алуы өте жоғары деңгейде. Каунанг өз алдында болашақ ММА-дің жарқын жұлдыздардың бірі тұрғандығын сезетін де шығар. Өйткені Ходжалиевтің аяқ алысы өте жақсы. Каунанг соққы жасауды саябырсытты. Тек қана қорғануға мәжбүр. Тейдаунба. Міне, Ходжалиевтің бірінші ұмтылысы қарсыласын партерге жайғастыруға деген, және бұл сәтті аяқталды. Және осы тұста басын бұққан қалпы Каунанг қорғануға мәжбүр тұрды. Бірақ Ходжалиев жауапсыз соққыларды жаңбырша жаудыруда. Әсіресе оң қолмен ұратын құлаштап болды. Жекпе-жек аяқталды. Міне, Ходжалиевтің күткені де осы шығар, көздеген де осы шығар. Но он смещает первого номера рейтинга. Мирового рейтинга в минимальном весе. Это самая большая победа в карьере Бижана Хаджалиева. И теперь он может считаться одним из самых опасных бойцов Найза. И, скорее всего, номер один претендент на титул. Номер один претендент на титул Багдата Жубаныша. Ну а Багдату сегодня предстоит встретиться с Казбеком Саганом. И там, скорее всего, определится и оппонент Бижана в последующем. Надеемся, именно так сложатся обстоятельства. Но сегодня он точно был лучше. Абсолютно во всем. Очень грамотный геймплан. Он мощнее был. Он выжидал. Он нашел этот момент и забил своего соперника, обрушив на него настоящий град ударов. Бірінші раунд өте бәсекеге толы, жоғарғы деңгейде өтсе, екінші раундта Ходжалиев индонезиялық қарсыласы Каунангқа ешқандай мүмкіндік қалдырмады.
Сонымен, құрметті қандар мен мырзалар, бұл жекпе-жек екінші раунд 4-ші минут 9-шы секундта тоқтатылды. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы